Сәлем достар, менің каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен біз расписание открыточка жасайтын боламыз. Бірінші А4 форматта өзіміздің шаблонымызды книжный вариантта енгізетін боламыз. Одан кейін стикеріға полоска деп жазасыздар. Бұл PicsArt программасының ішінде барлығы. Қазір полоска деп жазамын. Міне полоскамды сызып алдым. Тура ортаға қоятын болсаңыздар, полосканы фиолетовый түс шығу керек сізде. Дәл менікіндей. Енді міне біздің шаблонымызда на всякий случай өзімізге сохранить етіп аламыз. Төбесінде стрелочка тұр, соған басып. Одан кейін Pinterest программасына кіреміз. Pinterest программасына кірсеңіздер, әр түрлі осындай сізге көптеген дизайнды форматтар бар. Менде сразу осындайлар шығып кетті. Школа, цветочки деп жазсаңыз, әр түрлі фондар шығады. Қазір мен фон детский деп жазамын. Но мына жерде кішкене қатты детский болып кеткен сияқты. Но кішкене подходящий, более бізге подходящий фонды іздейміз. Школға байланысты болсын, мысалы школ фон деп жазсаңыз болады, әр түрлі. Қазір маған цветочки керек. Міне примерно осындай цветылар керек болып тұр. Міне шаблонды сохранить еткенде качествосы идеальный болу керек шаблонның. Егер де качествосы басында жаман болса, онда шаблоныңыз жаман болып шығады. Енді міне екі фонды жүктеп алдым. Өзімнің PicsArt программасына кірдім обратно. Жаңағы фонды біз Pinterest программасынан жүктеп алған болатынымыз, ал PicsArt программасында барлығын не істейміз, қосамыз, енгіземіз. Енді қараңыздар, жаңағы біз открыточка істедік қой. Мен тура ортасына қоямын фонымды. Добавить фото деп жай ғана рисовайтқа баспай, жай ғана добавить фото деп. Міне осы фотомды енгізіп қойдым. Видеоны қарасаңыздар, барлығы түсінікті болады. Енді PicsArt'ың программасының ішіндегі стикеріға басамын. Школа деп жазамын. Қазір шаблондар қандай шығады екен көрем. Онша емес шаблондар шықты. Сол үшін 1 сентября деп жазамыз. Міне 1 сентября деп жазамыз да. Әр түрлі қазір фондар шығу керек. Міне бесплатный фондар. Егер де коронасы бар болатын болса қасында, оны таңдамаңыздар. Оны таңдасаңыздар, онда сіздің шаблоныңыз сақталмайды. Міне 1 сентября деп жаздым и бір өзімнің шаблонымды таңдап алдым. Мысалы, мынандай шаблон. Қараңыз. Өте әдемі көрінеді. Уже мына жерде дайын пинг форматында барлық шаблондар. Именно PicsArt'ың ішіндегі стикерлар. Осы енгізіп қойдым. Одан кейін қазір осындай былай атын жазуға, немесе класстың атын жазуға күшті келеді. Мысалы, балайым бірінші сынып, балайым екінші сынып, үшінші сынып деп, мысалы, үшінші сынып деп жазсаңыз болады. Бірінші осылай қойып алдым, үлкейттім. Одан кейін қазір бізге мына жер свободный болып қалды. Осы жерге бір шаблонымды енгізу керекпін. Қайттан 1 сентябряға кіремін қазір. Примерно маған ұнайтын шаблондардың біреуін таңдап аламын. Міне осындай рюкзакпен, глобус әдемі көрініп тұр. Осыны енгізіп қойдым. Міне енді мына жер свободный емес, әдемі болып тұр. Енді қазір мынау шетіне келесі бетіне дегенім артқы жағына хочу календар немесе не қоюға. Мысалы, заметке жазып қоятын, күнделік KZ, класс KZ деген. Сол үшін қазір төбесіне стикеріға кіріп линия деп жазамын. Міне көріп тұрғандарыңыздай, қазір линия шығу керек мына жерде. Міне примерно осындай линия деп жазсаңыздар, PicsArt'ың ішінде осыны қазір былай қарай созамын. Қысқартсаңыз да болады, үлкен қылсаңыз да болады. Бұл жерге важно заметкаларды жазып қойсаңыз болады. Балаңыздың мысалы класс KZ, тағы да басқа бағдарламалар бар ғой, программалар, Times деп әр түрлі өзіңіздің парольдарыңызды жазып қойсаңыз болады балаңыздың. Енді осыны сақтап аламыз да, енді қазір біз ішкі жағын жасайтын боламыз. Міне осы шаблонымды төбесіндегі стрелкаға басып, өзіме сақтап аламын. Енді қазір біз ішкі жағын жасау керекпіз. Қазір шаблондарды алып тастаймын. Міне басында мен сіздерге жасап үйреттім ғой. Ақ парақты енгізесіз, енгізіп болғаннан кейін тура ортасынан бөлесіз. Осы ақ парақты мен өзім бесплатный телеграм каналыма салып қоям. А4 форматта дайын формат. Енді міне біз жүктеп алған шаблонымызды қайтын
фотоға басып енгізетін боламын. Вручную жай ғана былай соза саласыз екі шетінен. Өте оңай осындай жасау. Именно открыточкаларды жасау өте оңай. Сіздер де жасап үйреніп алыңыздар әртүрлі. Енді міне осылай болып тұр. Екінші жағына копиясын қойдым. Одан кейін қазір маған осы жерге енгізу керек нені, жаңағы календардың заттарын. Сол үшін Pinterest программасына обратно кіреміз. Осы Pinterest программасынан мен барлық өзімнің эскиздарымды аламын. Именно Pinterest программасынан. Pinterest программасына кіргеннен кейін поисққа лупа тұр, соған басып расписание уроков деп жазсаңыз, әртүрлі сізде уже дайын форматта расписание уроктар шығады. Бізге жаңағы өзіме ұнайтын бір-екеуін сақтап алдым. Соны қазір қайтадан Pixar программасына кіріп, нелерді алып тастаймын, понедельник, вторник дегендерді алып тастаймын қазір. Бірінші осылай бөліп аламын, өйткені маған осындай линиялар керек, жазуымен керек болған. 6 сабаққа дейін. Мысалы, осылай қалдырсаңыз да болады, егерде понедельник, вторник деп міне тура ортасына қойдым, обрезать етіп тастадым. Жаңағын көрдіңіздер. Видеоны мұқият қарасаңыздар, барлығы түсінікті болады сіздерге. Міне, понедельник, вторник деген сөздерді алып тастаймыз қазір. Қазір көрсетем қалай алып тастау керек екенін. Міне примерно размерін келтіріп алдым. Одан кейін копия жасап келесі бетіне қоямыз. Міне понедельник, вторникті қайттан соған басамда копия дейміз, келесі бетіне қоя саласыз. Енді қазір астында бізде кесте дегенді тауып алу керек. Міне астында кесте деген бар. Көріп тұрсыздар. Кесте деп тұрады. Соған кіріп, белый цветті таңдайсыз да, вторник дегендерді алып тастап болады. Өйткені өздеріңізге керегін электрондық форматта, мысалы дүйсенбі, жаңағы жұма деп өзіңіз қазақша жазып ала аласыз. Міне жаңағы барлығын кестемен, стеркамен алып тастадым. Жаңа көрсеткен болатын қалай алу керек екенін. Енді төбесінде стрелочкаға басып шаблонымызды сақтап аламыз да, келесі видеода сборкасын